мысалға сіз жиналысқа дайындықсыз келдіңіз, білесіз ба? Мен сізге айттым, сіздің маған ондай сыдырма жауабым керек емес дедім. Ана жаққа дарбазағым анандай істедік, Ақжазыққа мынандай істедіңіз дедіңіз. Мен сөйлеп айттым сізге, маған сыртқы ауылда мекендерге істегеніңіз керек емес. Менің Аққұдық ауылыма не істейсіз дәңгәлін соны айтыңыз дедім. Сөйтіп едім. Аққұдық ауылында Сізді Аққұдық ауылына сіздерде сол кезде мен сұрағанда апаттық жағдайдағы паспорт ауысып мен айтып болған жоқпын. Сіздерде ешқандай Аққұдық ауылына сұраған дүние жоқ болды. Рас қой. Не сұрап, не қоясыз дедім сол кезде. Жоқ дедіңіз. Рас па өтірік па? Міне отыр. Міне мынау да бар сол кезде. Ауылдың балалардың бәрі бар. Сол кезде ешқандай сұраныс сіздерден болмаған өкіметтен бізге деген. Сіздерде қалай мысалға жұмыс жасайсыздар? Мысалға сіз келдіңіз, 1,5 ай болды, сіз қатырам деп кеттіңіз. Ештеңе болған жоқ. Ал сіз бүгін тағы келмес едіңіз. Просто мына көшенің жарығы қойылатын болып, соған мыналар сәйкес келмегеннен кейін келіп отырсыз. Ал бұған сәйкес келіп ол сол жүрсе, сіздер келмейсіздер. Біз звондағанда Чолақайда жүрмін, жұмыс бітпей жатыр, Қоңырленде жүрмін, жұмыс бітпей жатыр деген әңгіме сізді айтасыздар бізге. Ол енді өтірік деп айтпаңыз серік. Осылай болады әңгіме. Бізге қашан қандай дүние қоясыз falan дәңгәлін айтыңыз. Мысалға өткенде сізге көрсеттік. Конченый дүниелерді көрсеттік ана. Енді дүниелерді болғанда ауылдың бұрын осы ауыл болғалы тұрған дүние. Міне мына столын қарашы. Жығы мысалға енді ойлаңыз. Еш жерде мынандай стол жоқ. Рас көріп білесіз ғой. Анау құлақ алтыр. Ана магазиннің алдына барсаңыз, оның бәрі құлақ алтыр. Ертең ол біреуді басса не болады? Ол сіздерге негізінде сондай бір ДТП, сондай бір жағдай болғанда ғана деп кетіп жөнделеді ғой. Оған дейін келмейді. Мен өткенде ана алдында TikTokқа шықпай тұрған кезде, бала шағаң 10 күн жүрді ана жерде ше. Ананы